танысамыз. Атыңыз кім? Ғалымжан. Ғалымжан, жеңеше. Мариса. Майса? Мариса. Мариса? Қашан Мариса. Мариса. Все. Қашан үйлендіңіз? Не үшін? Молчим. 94 жылы. Дата? 10 октябрь. Дұрыс па? 94, 10 октябрь. Не үшін? Үйлену керек болды ғой. Сүйгендіктен үйленді да, не болды сонша? Сіз вообще басқаша жауап беріп жатсыз. А он үйлену керек болды деп жатыр. Мне кажется, у него правда. Так, атыңыз кім аға? Ерғали. Ерғали, жеңеше. Жанна. Жаңылы? Жанна. Жанна. Қашан үйлендіңіз? Не үшін? 83. Дата? Гүл. Нешесі? 7. Дұрыс па? Июль 7-сі 83. Не үшін? Жақсы көрген үшін. О! Шабала, құрмет, қошемет. Вот правильный ответ. Жақсы көрген үшін. Атыңыз кім? Есбол. Ербол, жеңеше? Тұрсынай. Тұрсынай. Қашан үйлендіңіз? 2002. Не? 2001? Сіз 2002 деп атсыз. Где ты был год? Пропил? 2001. Дата? Сентябрь 20-сы. Нешесі? 20-сы. Сентябрьдің басы дейді, еще 20-сы дейді. Сентябрьдің вообще басы до 10-го қарағым. 20 это уже конец сентября. 2001 сентябрь нешесі? 20-сы. Точно? Не үшін? Жақсы көрген үшін. Мынаны қайталап отырсың ғой сен. О, динозаврлар. Атыңыз кім аға? Серік. Серік, жеңеше. Ұлтуар. Ұлтуар. Ух ты. Сіз үйде алтыншы қызсыз ба? Машалла. Ана жертва. Уже ұл тумағасын ұлтуар деп қойды. Одан кейін ұл бар ма? Бар. О, сбылось мечта. Қашан үйлендіңіз? 2001. Дата? 8 март. Правильно? 8 март? Басқа дат таппадыңыз ба? Не үшін? Мамашаға подарок. Не үшін? Жақсы көрген. Мамашаға подарка дейді. Маменькин сынок. О, құдавала, құдашағыз. Атыңыз кім? Ильяс. Ильяс? Вас? Гульмира. Гульмира. Когда вы женились? 21 год, 16 октября. Қойшы, в карантине, что ли? Ну, сымырай, ақылды да вообще. Андай, тойға шығын шықпасын деп, сондай момент пайдаланып тұр ғой. Сол болып тұр. У нее какая-то обида есть. Сол болып тұр деп қояды. Не үшін? Ішкен үшін, шучу, махаббат. Мне кажется, первый ответ ближе к истине. Ішкен үшін дейді. За что вы его полюбили? За какие качества? Білмей тұрмын. Ну, я понимаю, махаббат. Қандай күшті. Давайте, жігіттер, отойдем сюда. Келіңіздер, жігіттер. Әйелдеріңізге қарама-қарсы тұрыңыздар. Вот, вы уже вместе, кто-то 40 лет в браке, кто-то 25, кто-то 20, кто-то 15, а то или вообще год. Вы уже друг друга знаете по голосу, по запаху. Вот, допустим, ваш муж чем воняет, в смысле, пахнет? Мой муж, что ли? Он пахнет по своей в общем, трудолюбивый, поэтому пахнет. Очень трудолюбивый, поэтому пахнет. Значит, потом? Да, дейді, ойбай, құрсын. Сіздің жолдасыңыз қандай иіс шығады? Так загадочно смеется. И чем же ваш возлюбленный пахнет? Духами. Какими духами? Ойбай, да то жеңешем айта алмай отыр ғой. Может мне пойти его понюхать? Не надо? Қой құрсын, біреудің еркегін иіскегенін балып еді. В общем, духами. Сіздің жолдасыңыз? Сигаретом пахнет, по-моему. Сигареты дейді. Фу, вонючий.
Еще плюс перегарым. Да деп қояды, уйба. Сіздің жолдасыңыз, динозаврыңыз. Өзінің иісімен. Өзінің иісімен? В смысле? Махаббаттың? Уйба! Қойшы! Сіздің бір жыл болған күйеуіңіз, чем он у вас? А? Духами? Какими? Не знаю. Не знаю. Может, ол үйдегі санузелдағы нені шашатын шығар? Атын ұмытып қалдыңыз ба? Тамаша, қандай әдемі. Қазір былай істейміз. Жігіттер артқа қараймыз. Сейчас у вас будет тест на любовь. Назад смотрим. Сейчас правила игры. Кімнің әйелі жаным дейді, соның күйеуі қарау керек. Будьте внимательными, бдительными. Никто не подсказывает. Чья жена скажет жаным, твоя и муж посмотрит па, қалай еді құрғыды. Келістік па? Раз, два, три. Жаным! Жаном? Уа! Сұмырай. Ұсталдың ба? Молоденькую хочешь, да? Бүгін үйге қонбайсың, білдің ба? Артқа қараңыз, будьте внимательны. Тек қана әйеліңізге қараңыз. Бөтен қыздарға қарамаңыз. Раз, два, три. Жаным! Жаным. Жаным! Жаным. Жаным! Жаным. Бесеуі де қараса. Саған басы кетіп қалса. Раз, два, три. Жаным! Жаном. Но он у тебя, знаешь, такой... Ай, көке. Мә? Мыналардың бәрі шыбын құсап бәрі. Артқа қараңдар. Аға, жиналшы. Или әйеліңіз вообще еркелетпей ма сізді? Жоқ, еркелеткенін естігем жоқ. Сама виновата. Никогда еркелетпепсің ғой. Қалай еркелетесіз күйеуіңізді? Жаным б-классы. Жаным баклажан? Жаным б-классы. Қыпчағым. Б-класс қыпшағым? Уеба. Алға қара. А ну-ка давай, соберись. Не подсказываем. Жаным! Жан. Аға, сізге не болды? Че, соседи, что ли? Артқа қара. Красавчик, ағама бірді қолша бала, құрмет қошемет. Не деген махаббат, сразу қарады. Молодец, аға, артқа қараңыз. Не деген махаббат, не деген подкаблучник. Шучу. Далее продолжаем. Жаным! Жаном. Сен кәм құда бала, солдат құсап қарадың ғой бүйтіп. За 1 год результат? Извини меня. Ты сам нарвался. Кішкентай сезіммен айтшыш, жақсы көріп, ты прям так напряженно. Жаным! Деп айтпасайшы, кішкене чувство добавь. Ал шошып кетті анау прям. Артқа қара. 1, 2, 3. Поехали. Жаным! Жаном. Жаным! Жаном. Ой, сволочтар. Жаным! Жаном. О! Тебе подсказали там. Ага, қарамаңыз. Все, молодец, красавчик. 1, 2, 3. Жаным! Жан. Ойбай, аға, сізде не болды құрсын? Істемей қалама, иногда не контачит, да? Алға қараңыз. Жаным! Жаном. All that I have is all that you've given me.
Ага, вы успокойтесь или нет вообще? Нең бар біреудің елінде? Жди свою судьбу. Послушай сердцем и душой, телом. Все, дуалақ қойдым. Раз, два, три. Жаным! Жаным? Сіздің күйеуіңізді бар ғой, бір қаратайық бір жерге. Может, полечим его? Менде ухо, горло, нос бар, врач, лор. 3-го категории. Не деваться, апа? До свидания, до свидания. До новых встреч. Жоқ, білем ғой. 1, 2, 3. Жаным! Жаным? Болды артық. Жаным! 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 Жаным. Вообще, ага, салып қалайын ба? Не істеп тұрсың? У тебя же все нормально же было. Все же хорошо шло. А ты давай соберись. Жинал аға. Жаным! Ойнап айтам. Ал 1, 2, 3. Андай еркелетіп, с лаской, со страстью. Жаным, қыпчағым. Ойбай! Мынаны кәдімгі кішкентай бала ұқсап еркелетесіз ғой, жаным ау. Ой, молодцы. Жігіттер, бер қараңдар. Вы молодцы. Вы классно провели этот тест. Следующий тест для вас. Артқа қараңдар. Қазір қызықтың көкесі енді болады. Соберитесь, сосредоточьтесь. Күйеулеріңді тыңдаңдар. Күйеуіңді тыңда. Біздің қазақтың тойы кеш басталады. Неге? Потому что қыздар вечно кешігеді. Біз 2 сағат күтеміз, соңында шыдамымыз таусылады, бірақ сөз айтамыз. Болсайшы! И сразу қыздар атып шығады. Қазір кімнің күйеуі болсайшы деп ұрсат, соның әйелі қарау керек. Келістік па? 1, 2, 3. Болсайшы! Болсайшы! Сіз вообще әйеліңізге дауыс көтере аласыз ба? Ну, это видно сразу. 1, 2, 3. Болсайшы! Болсайшы! Үйтіп өзіңнің қатының айғайла, білдің ба? Біреудің әйелінде нең бар? 1, 2, 3. Болсайшы! Болсайшы! Қандай покорная, покладистая. Вообще, молодец. Аға, үндемей жүріп сындырады екенсіз да әйелді. Артқа қараңыз, артқа қараңыз. 1, 2, 3. Болсайшы! Болсайшы! Она буквально недавно вот слышала этот голос. Тойға шығардың алдында екеуі ұрысып шыққан болып тұр ғой. Дальше артқа қараймыз. 1, 2, 3. Болсайшы! Болсайшы! Все. Сізге не болды? Мынау вообще күйеуі де бөтенге қарайды, әйел де бөтенге қарайды. Тып-тыныш отырыңыз. Молодец! Шапалақ, құрмет, қошеметтеріңіз. Артқа қараңыз. 1, 2, 3. Болсайшы! Болсайшы! Все. С вами ясно. У вас царит гармония. Эй, артқа қараңдар, құдай-ау. Болсайшы! Болсашы. Қарабет қатыны тыңдамайды. Ойбай, ойбай. Ей, айтпа! Нең бар? 1, 2, 3. Болсайшы! Болсайшы! Зато она послушная, құдай жүрегім. Это вся в тебя. Вся в тебе держится семья и любовь, чувство. Ей, болды, құрсын, успокойся. Артқа қараңыз. Артқа қараңыз. Болсайшы! Болсайшы! Шабала, құрмет, қошемет. Артқа қараңыз. Болсайшы! Болсайшы! Ага, ща прям. Разбежался. Болсайшы!
болсашы. Нағыз ұйықтап қалған жоқ па өзі? Аман ба әйтеуір? Қалайсыз, жақсысыз ба? Не болды? А? Да. Неге тыңдамайсың на байғұсты? Неге тыңдамайсың сен? Артқа қара. Чш. Соберитесь. 1, 2, 3. Болсайшы. Болсайшы. Конечно, очень ситуация сложная, тревожная, напряженная и печальная. Ойба, енді қарадың ба? Сен не жираф құсап түстен кейін? Молодец, сразу тыңдамайды екен әйелің. Артқа қара. Болсайшы. Болсашы. Уа! Бір-біріңізге қараңыздар. Бір-біріңізге. Посмотрите друг на друга. И бір-біріңізге жаным деп жүгіріңіздер. А что стесняетесь? У вас же дети есть. Неординарная пара. Бәрі вальс билеп жатса, сендер дискотека билеп жатқандарың не? Ол ондай билейтін зат емес қой. Екеуің де возбужденный жүрсіздер. Вообще. Сендерде тағы 2 қыз, 1 ұлы болады. Шапалақ, құрмет, қошеметтеріңіз. Памятные призы за то, что вы нам сделали сегодня. Настроение. Той құтты болсын. Қуаныш құтты болсын. Бір-біріңізге жақсы көрем. Бір-бірлеріңізді еркелетуден ұялмаңыздар. Өмір өте қысқа. Өмір өте қатал, сондықтан да жақсы көретін адамдарыңызға жылы-жылы сөйлеңіздер. Құда бала, спасибо огромное. Любите друг друга, цените друг друга, ищите друг... Ол жди меня ғой айтпақшы. Все, спасибо. Отыра беріңіздер. Той құтты болсын!